Құран кәрімде мына бір аят бар. О адам баласы, сендерді бір ер, бір әйелден жараттық. Және бір-бірлеріңді тануларың үшін сендерді ұлттарға, ұлыстарға, руларға бөліп жараттық. Сендердің Алланың құзырындағы ең жақсы, беделі жоғары болғандарың, олар тақуалы болғандарың, Алладан шынайы қорыққандарың деген Алланың аяты бар. Демек, бұл аятты қарайтын болсақ, Алла Тағала өзі әу баста бізді ұлттарға, ұлыстарға бөліп жаратқандығын айтып жатыр да. Яғни кез келген адам мен егер ешқандай ұлтқа бөлінбеймін, менің дәстүрім жоқ, мен тек қана діннен ғана өмір сүремін дейтін болса, демек бұл Құранды, Алланың шариғатын терең түсінбеді деген сөз. Бабаларымыздың күнделікті өмірде қолданған амалы біз үшін дәстүр болып қалғандығы, оның артында не тұрғандығын қарасақ, бәрінде бір хадис бар, немесе бір жаңағыдай Құран бар, бір шариғат бар, бір Алланың берген бұйрықтарының пара-пар келетіндігін біз көреміз. Араб елді біз әрине жақсы көреміз, өзіміздің дін бауырымыз және пайғамбарымыз араб болған үшін, Құранның тілі араб болған үшін біз әрине оларды құрметтейміз, жақсы көреміз. Бірақ олардың мәдениеті мен біздің мәдениетіміз бірдей болмауы мүмкін. Олардың өркениеті, олардың дәстүрімен біздің дәстүріміз бір болмауы мүмкін. Мен де солар секілді өмір сүремін деп, жаңағыдай өзін солармен салыстырып, өзін солармен қарай бағаламайды. Екеуін бір-бірінен шатастыра алмайды. Соның үшін білімін арттырған жақсы. Ең бірінші адамның көзін ашу ол отбасынан басталады. Сәбилерге буыны қатаймай жатып, сол өзінің ата-баба дәстүрлерін сіңдіріп, амалдарын үйрететін болса, онда ол адам өскен кезде ел үшін, жер үшін өте үлкен пайдалы амал жасай алады. Оқу орындары, оларда да кітаппен, біліммен ұштастыра отырып, бір ұлт жанды ұрпақты тәрбиелеуде ол да үлкен үлес қосады. Ал енді діни орталыққа келетін болсақ, мейірімділік, қайырымдылық, жомарттық, осындай кішіпейілділік, үлкен құрмет, кішіге ізет деген мәселенің барлығын ашып, түсіндіріп, танытып беретін бұл орталықтар негізінде.